Ассалаумағалейкум. Салам. Тағы қосымша айтайын дегем. Інішектеріме қосымша айтайын дегем. Армиядағы жігіттерге білгісі келсе айтып жіберейін дегем. Егер қолың тимесе, жұмыста жүріп қолың тимесе, туысқаныңмен араласуға. Көбінесе жігіттердің қолы тимейді ғой. Туыстық қатынас араласса да қол тимейді ғой. Туысқанның атауын қандай екенін білуге, туысқан атауын соны үйреніп алуға болады асықпай. Негізінде ұялмаған дұрыс оны. Астанадан асықпай сұрап алған дұрыс. Білмесе араласып жүргендерін сұрап алыңдар туысқан атауын. Мен асықпай өсіп келе жатып үйреніп алдым. Әкем туғанның туысқандары толығымен өзінің руластар деп айтылады. Негізінде шамалы үйретіп өтсем. Анамның туыстары нағашылар. Туыстар екеуінеді ғой. Өзі руласы нағашы екеу-ақ. Сосын ағалардың туыстары бара бер. Өз туысы рулас болып айтыла берді. Әкеммен бірге туған деп айта берді толығымен. Руластан әкеммен бірге туған дейсің толығымен. Нағашылар. Анаммен бірге туған нағашылар толығымен. Сол руын жіктемейді көбінесе. Әкеммен бірге туған деп. Бірақ ағасы немесе інісі айтыла берді мейлі. Не дегеніміз сол туыстық қатынас. Сосын әкесінің шешесі құдалар болады. Әкесінің қайын жұрты болады. Әкесінің шешесіне қайын жұрт. Сосын нағашы туыстар, ананың туыстары нағашы аға болып екеуін кете береді. Әйел кісілердің қыздарға әке шешенің қайын жұрт болады, қайын жұрт болады, үйленсе бір-біріне. Қалай әке шешенің екі жұрт бір-біріне ата-анаға қайын жұрт деп айтылады. Сол мен бірінші рет үйленсең, әйелінің жұрты саған қайын жұрт болады. Және де егер іні қарындас болса, оларға жезде боласың. Бірақ олар балдыз болады саған. Сол жезде балдыз деген сол. Ал нағашыларыңа сен жиен боласың. Ананың жұртына. Үлкен аға жиен, іні жиен бара бер. Үлкен кіші. Солай жезденің кішкентайын, жезде үйленгенде жасы үлкен біреулер болса, балдыздардың жасы үлкен болса, балдыз емес жасы үлкендер болса, күйеу бала болады. Не жезде, не күйеу бала болады. Әйелінің қайын жұртына. Әйелінің жұртынан жасы үлкендерге, әйелінің жұртының жасы үлкендерге күйеу бала, жасы кішілеріне балдыз болады. Сондай-ақ туыстық қатынас. Асықпай үйреніп алуға болады. Асықпай сол әңгімелесіп, армияда жүргенде уақытты текке өткізіп, студент кезінде үйреніп алуға болады. Араласып жүріп, біреуден арнайы сұрасып, өсек емес, ұятқа қалу ештеңе емес. Қол тимейтіндер болады. Мысалы, біздің фамилия Саудов. Вообще қол тимейді. Туыстық қатынас қалай аталуын үйренуге. Бір үйреніп алдым, мысалы. Қол тимейді кетті одан сайын ауруханаға қамап тастағанда. Армияда жүрген студент кезінде біреулермен араласып, осыларды толығымен тағы қосымшасын біліп алуға. Сосын роластар сол жай әкеммен бірге туған деп салады. Сосын бір шежірешілден толық мағлұматын біліп алуға болады. Руыңды білсең болды ғой ең бастысы. Сосын тайпа деген бар, жүз деген бар. Жүз тайпа деген бар. Сонда біліп алғанда шежіре арқылы.
сол тағы қосымша бөлелер бар, әйел кісілер. Бөле дейтіндер бар, оны білмеймін. Нағашыларын бірге туған ма, сондай бірдеңе. Бөлелер дейді. Нағашылардың білмеймін, бөле дұрыс түсінбеймін, бөле дейтіндер бар. Сосын абысын, ол әйел кісілерге байланысты ғана сөз абысын, құда түсудегі. Келесі милат деген сөз. Әйел кісілер ғана, әйел қыздар ғана абысын деген сөзді қолданады. Бөле дегенде екеуі де қолданады. Бөле сөзін дұрыс білмеймін, басқаларын білемін, жаңағылар солай. Дұрыстап асықпай үйреніп алуға болады. Уағыз айтқанда осындайларды үйретпейді. Салт дәстүр дейді. Осы туысқан қатынасын дұрыстап үйретпейді біріншіден. Сондықтан көбісі ұялып қоя салып отыр. Әңгімеден тұйық болып қалып отыр ғой. Туыстық қатынасы. Бәрі әйел үйренеді ғой, әйел көп сөйлесе. Бұндай туыстық қатынасқа сөздерді. Еркектер қол тимейді, жұмыста үйретті. Бірақ асықпай ер жігіттерден үйреніп алуға болады. Рушылдық, шежірешілдік. Ру мен шежіре екеуі бірдей мағына сөз. Қайпа деген сол рудың арғы атасы. Сол ру мен шежіре бір мағына. Руды үйрететін бір рудан бір кісі болады. Жеті атаны үйрететінді, жеті атаның атауын үйрететіндерді рушыл, шежірешіл дейді. Сол үлкен кісілер үйреткенде рушыл, шежірешілді үйретеді. Үлкен кісілер үйреткенде. Жастарға айтамын, үлкен кісілерге айтпаймын ғой мен. Жас кісілер қол тимесе осылай үйреніп алуға болады. Інішектеріме айтамын, үйреніп алыңдар, осылай болады. Туыстық қатынастың барлығы сол. Көп болса бөле сөзін ғана түсінбедім. Бөле сөзі нағашы сөзіне байланысты бірдеңе. Келесі, мысалы мен келесі біреуге тағы нағашыласпа, білмеймін, нағашы бөле сөзін дұрыс түсінбеймін. Құда түсуге құда деген әйелінің несі, ата-аналар, үлкендерін құда дейді. Әйелінің жұртын, кішілерін қайын жұрт деп айта береді жай, толығымен. Қайын жұрт дейді, атаның үлкендерін құда жұрты дейді шығар. Негізі қайын жұрт дейді, әйелінің. Сосын сол ата-анасы құда, әжелері, аталар, үлкендер құда дейді. Болды сол. Мен түсінетім сол. Ассаламу алейкум, салам барлығына. Меншектегі осы менікі. Асықпай үйреніп алар. Толық мағлұмат асықпай өсек деп айта берсін. Болсы үйреніп алынды бұны бәрін. Араласқанда анық тануға әдемі сөйледі. Тану дұрысталады барлығы. Неше жерін өсекке қалдырса да үйренген дұрыспын бұларды мен үйренгем, сендерге үйренген дұрыс қайтамын. Арнайы жөн сұрап солай үйреніп алған дұрыс біреулерден. Сол менікі. Ассаламу алейкум.